Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін мұсылмандар жөнінде бір сөз қозғамақпын. Кейбіреулер ата-баба жолымен жүрген мұсылмандарды араб қолы деп жатады. Ал енді қарап отырсаң, олардың жазығы намаз оқиды, қажылыққа барады. Сосын бір 4-5 арабтың сөздерін қосатыны бар. Иншаллах, ифтар, сухыр, мубарак деген. Сол үшін оларды сол араб құл деуіміз керек па? Ал қарап отырсаң, қаншама жастар Европаша киініп, жалаңаш киініп, мұрындарына, кіндіктеріне сырға тағып, шаштарын көк қызыл қылып бояп, орысша сөйлеп жүргендерді не Европа құл, не орыс құл, не ақ құл, не мақ құл деп ешкім тимейді оларға. Арақ ішеді, темекі де тартады, зина да жасайды, гражданский брак, ЛГБТ-ні қолдайды. Таза орысша сөйлейді олар. Оларға мүлдем ешкім тимейді. Сонда олар не қазақтың салтымен жүр ма, қазақ болып жүр ма? Осылардың қайсысы бізге қауіпті? Біріншісі ма, әлде екіншісі ма? Егер елге жандарыңыз ашса, қазақтың мәдениетін қолдау керек, қазақтың тілін қолдау керек дейтін болсаңдар, көзді ашып қарасаңдаршы, тек мұсылмандарға тиісе бермей. Қазақ ешқашан Ауғанстан болмайды. Бос сөздің керегі жоқ.